Жазушы Төлен Әбдікұлының қаламынан туған дүниелердің ішінде ерекше назар аудартатын, бітім болмысы басқаша суреттелетін сюрреалистік туындысы «Оң қол» әңгімесі. Әңгіме желісі бойынша жас дәрігер өзіне ғылыми нысан табылғанына қуанады. Басты кейіпкер науқас Алманы бақылауға күнделік арнайды. Оң қол Алмаға терең қалың ұйқы құшағына енген кезде шабуыл жасайды. Яғни қанша түсініксіз болғанымен өзін-өзін өлтіру ниеті қыздың миында бар деген сөз. Бірақ ол ниет кімнің ниеті? Қайдан келген? Алманың бүкіл өткен өмірін, мінез құлқын, адамдармен қарым-қатынасын зерттей келе, мұны өз басынан туған ниет деуге себеп таба алмадым. Бұл қалайда қанмен тұқым қуалап келген деген ниет деуге болмайды. Науқастың шешесі, өз әкесінің әкесі бір кезде өзін-өзі өлтірмек болған. Енді олар әлде бір құпия заңдылықпен Алманың санасында тұрып, өздерін өлтіргілері келеді. Бірақ олардың өздері